Қандай да бір заттар бір жерге жиналғанда, математикада оны жиын деген жалпы атаумен атайды. Мысалы, сыныптағы оқушылар жиыны, гүлдер жиыны, кеселер жиыны және тағы да басқалары. Жиынның ішіне кіретін адам, жан-жануар, заттарды жиынның элементтері деп атайды. Мысалы, қарлығаш құстар жиынының элементі, қарағаш ағаштар жиынының элементі. А мен Б жиындарының қиылысуы бұл олардың ортақ бөлігі саналады. Яғни бір уақытта Аға, Б-ға да тиісті жиын. Жиындардың қиылысуына ауыстырымдылық және терімділік қасиеттер тән. Ауыстырымдылық қасиет, терімділік қасиет. Демек, жиындардың қиылысу нәтижесі жиындар мен амалдардың ретіне байланысты емес. А мен Б жиындарының барлық элементтерін бірге алғанда, А мен Б жиындарының бірігуі деп аталатын жаңа жиын пайда болады. А мен Б жиындарының біріккен тұсын табу үшін А жиынының элементтеріне Б жиынының элементтерін қосуға болады. Жиындардың бірігуіне ауыстырымдылық және терімділік қасиеттері тән. Ауыстырымдылық қасиет, терімділік қасиет. Демек, жиындардың бірігу нәтижесі жиындар мен амалдардың ретіне байланысты емес.